Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз reported speech, ал нақтырақ айтатын болсақ, requests and orders, яғни төлеу сөз кезінде біз адамның өтінішін және оның бұйрығын қалай береміз. Ол үшін біз келесідей конструкцияға сүйенуіміз қажет. Verb plus pronoun plus to plus verb, етістік, есімдік, to және қайтадан етістік. Мысалға алатын болсақ, be careful, my mother told me. Маған анам айтты, абайла деп. Төлеу сөзге айналдыратын болсақ, my mother told me to be careful. Told бұл жерде verb, me pronoun, to және be бұл жерде бізде verb болып табылады. Өтініш және бұйрықты білдіру кезінде біз tell етістігінен басқа order, request, advise, warn, ask, allow сияқты етістік түрлерін қолдансақ болады. Order'ның беретін мағынасы бұйыру, тапсырма беру, request бұл бізде өтініш, advise кеңес беру, warn ескерту, ask өтініш білдіру немесе рұқсат беру, allow бізде рұқсат беру болып аударылады. Мысалға алатын болсақ, the judge ordered them to call the first witness. Судья оларға бірінші куәгерді кіргізуге тапсырма берді, бұйрық берді. Бұл жерде them бізде пронаунның ролінде, call бізде verb болып табылады. Екінші мысал, the doctor allowed the patient to come in. Дәрігер пациентке кіруге рұқсат берді. The patient бұл бізде пронаунның ролінде және come in етістігі қолданылған. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз to сөздің алдына нотты қоямыз. Мысалға, I said to the child, don't look down into the well. Мен ол балаға айттым, құдыққа қарама деп. Төлеу сөзге айналдыратын болсақ, I warned the child not to look down into the well. Көріп тұрғандарыңыздай to сөздің алдына нот қойылған. Сөйлемге болымсыздық мағынасын беру үшін the child бұл бізде пронаунның ролінде және look down етістігі қолданылған. Адам бір затқа өтініш білдірген кезде немесе оны пайдалануға рұқсат сұраған кезде біз ask plus for plus item конструкциясын қолданамыз. Item деген бұл жерде бізде зат есім. Мысалға алатын болсақ, she asked, can I have water? Ол сұрады, су ішем бола ма деп. Енді төлеу сөзге айналдыратын болсақ, she asked for water. Ол су сұрады. Ask, көріп тұрғандарыңыздай for және айтымның рөлінде бізде water зат есімі қолданылған. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз reported speech тақырыбын одан ары қарай дамытатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше